Қалай иммунитетті көтеріп ауырмауға болады? Немесе иммунитетті көтеру үшін не жеу керек? Бүгін осы тақырыпқа жауап іздейтін боламыз. Бұл барлық адамдар үшін маңызды, сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер. Ал каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыздар, себебі мұнда денсаулыққа қатысты пайдалы ақпараттар бар. Сонымен қалай иммунитетті көтеріп ауырмауға болады? Өздеріңіз білетіндей, ағза аурумен күресе алмаған кезде аурулар басталады. Өмір сүру ұзақтығы да көбіне соған байланысты. Иммунитет төмендеуінің себептері: антибиотиктерді қабылдау, сапасыз тамақ және дұрыс тамақтанбау, ұйқының жүйелі болмауы, шамадан тыс физикалық немесе психикалық стресс, күннің астында жиі жүру, витамин тапшылығы, алкоголь, нашар экологиялық жағдай. Ал енді иммунитетті қалай көтеруге болады? Ең алдымен сапалы тағамды атап өту керек. Диетада көкөністер, бал, жемістер болу керек. Йогурттар ағзаға әсіресе пайдалы, себебі олардың құрамында пайдалы бактериялар бар. Олар ішекте бір рет көбейіп, микроорганизмдерге тосқауыл болады. Фитонцидтер вирустармен белсенді күреседі және олар сарымсақ пен пиязда бар. Иммунитет көтеретін тағамдар: қарақат, көкжидек, мүкжидек, теңіз өнімдері, ет, алма мен сәбіз шырындары, көк шай. Иммунитет күшейтетін жемістер: барлық дерлік цитрустық жемістер, соның ішінде грейпфрут, лимон, апельсин. Бірақ тәтті қуырылған тағамдардан бас тартқан жөн, себебі мұндай тағамдарды қорыту үшін көп уақыт пен дене күші қажет болады. Қорыта келгенде, иммунитетті қалай көтеруге болады деген сұрақ мүлде жойылу үшін оның әлсіреуіне әкелетін барлық себептерді болдырмау керек. Сондықтан сіз аз уайымдап, стресстік жағдайлардан аулақ болыңыз. Алкогольге, дұрыс тамақтанбау, антибиотиктерге тыйым салу керек. Әрине спортсыз болмайды. Күнделікті гимнастика, жаттығулар бұлшық еттеріңізді, буындарыңызды, иммундық жүйеңізді нығайтады. Видеоны соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Келесі шығатын видеода ересек адамдар үй жағдайында иммунитетті қалай тез нығайтуға болады, сол тақырыпта қозғайтын боламыз. Сондықтан арнадан алыстамай тіркеліп қойыңыздар. Ем болсын.